Саламатсыздар ма YouTube каналының көрермендері? Бүгін сіздерге қатпарлы сәбіз салатын жасау тәсілімен бөлісемін. Биыл қоян жылы екен, жаңа жылға дайындық. Бізге сонымен керегі қияр, картошка, жұмыртқа, көкпияз, бетін әрлеуге петрушка, бұл жерде тауық еті керек, майонез керек. Мына овальный ыдысқа салатын боламыз. Бірінші етімізді турап алдық. Қиярымызды да майдалап ұзынша етіп турайтын боламыз. Міне осылай алдына дайындап турап қоямыз. Картошканы сразу ыдысымызға тергілейтін боламыз. Сөйтіп формаға келтіреміз. Сәбіздің формасына үстіне майонезімізді жағамыз. Бұның үстіне қиярымызды саламыз. Бұны да үстіне майонез салып отырып, тауық етін салатын боламыз. Одан кейінгі қатпарға міне тауық етін салдық. Көкпияз салдық дәмін кіргізу үшін. Үстіне жұмыртқамызды саламыз. Мына соңғы қатпарға сәбізімізді салатын боламыз. Сөйтіп бетін жауып, әрлейтін боламыз. Міндетті түрде әр қатпардың арасына майонез жағып отырамыз. Міне сәбізімізді тергіден өткізіп, ең соңғы қабатты жасайтын боламыз. Соңына петрушканы қойып, мінекей осылай біздің салат дайын болды. Сіздермен бірге болған Лейла. Комментарий жазып, лайк басып отырыңыздар.